басыңда ішіңнен былығың болып тұрса, ол киім сасиды. Болады ғой, кейбір адамдар бір қиындықта сынып қалады, жетпейді. Жоғарыдан қараған кезде ол білінеді. Адамның алдына сенен аз білетін, сен көмектесе алатын адамды ала жібереді. Қымбатты оқырман, бұл Кел сөйлесек подкасты және біздің қадірлі мейманымыз Жазира Әбділман, психолог. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Жазира ханым, біздің подкастқа, Кел сөйлесек подкастына уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың алғыс. Енді қазіргі таңда психология тақырыбы өте өзекті. Енді өзіңізден бастайықшы. Бұл салаға қалай келдіңіз? Әдетте бір статистикаға сүйенсек, адамдар психологиямен айналыспай тұрып, белгілі бір ауыр этаптан өтеді дейді. Бұл қаншалықты рас? Жалпы кез келген психолог маман әдетте өзінің өмірінде белгілі бір этаптардан өтеді, ол рас. Менің өмірімде, шынында мен өзімнің өмірімде сансыз сұрақтарыма жауап алу үшін 2010 жылдан мен психология саласын түбегейлі зерттеуді бастаған адаммын. Юнг айтады, адам өздігінен өзін терең зерттеп, шынайы өзімен танысқан адам нағыз маман дейді. Мен ойлаймын, мен біреу үшін емес, өзімді танып, өзімнің сұрақтарыма жауап табамын деп, әдетте мамандықты таңдайды ғой. Менің ойымша мамандық мені таңдаған сияқты. Өйткені байқасаңыз, мен Инстаграм желімде Инстаграмды бастағаннан бастап 2018 жылы психология саласын мен кәдімгідей оған дейін 7-8 жыл зерттегенім бар, соны бөлісіп бастадым. Сол бөліскен кезде мен ойлаймын да, Инстаграм қазір уже 8 жылдай уақытта мен тек осы саламен келе жатырмын да. Оған дейін де бар. Бұл менің тек мамандығым емес, менің өмір салтым. Образ жизни дейді ғой, өмір салтым. Және менің кез келген адамда болады ғой, сенің сұрақтарыңа жан-жағыңдағы адамдар, немесе кітаптар, немесе сен көрген фильмдерің жауап бермейді. Ол жауаптың барлығы сенің ішіңде болады. Ол ішіңе үңілу үшін кейде сол білімнің, яғни психология ол жанның ілімі болғандықтан әр жан әртүрлі. Сол жанымның сұрақтарына жауап табамын деп осы салаға келген адам. Және мамандықта да өзім жаныма ем деп болған соң мен сияқты адамдарға көмектесейінші, бөлісейінші деп Инстаграм желімді бастап, кәдімгі психологиялық ғылыми білімді алып, сонымен қатар лицензия, терапияға өтуге рұқсаты бар лицензия алып, сондай кәсіби түрде маманмын деп айта аламын. Және ол өзіме көмектесу үшін, яғни өзіме көмектесіп, өзімен шынайы болу, осы мамандық маған үлкен көмегі тиді өзіме, және өзгеге де көмегімді тигізіп жүрмін. Ал осы мен психолог маманмын деп нақты нық айта алу үшін неше жыл білім алу керек? Өйткені сіз өзіңіз қиналып жүрген адамдарға көмектесесіз. Енді қараңыз, адам білім алу үшін белгілі бір этаптардан өтеді. Бірінші сыныптың баласын, немесе бірінші курстың студентін да біз PhD доктормен салыстыра алмаймыз. Тура сол сияқты кейде болады. Қазіргі таңда, жаңада айттым ғой, мен психологияны бастаған кезде, ондай қазіргідей екіні бір психолог болмаған кезде ғой. Қазіргі таңда мен ойлаймын, тренд болып кеткен сияқты. Өйткені сол жерде бір бизнеске айналған, яғни жаңағы адамның жанын бір бизнеске айналдырып, кейде болады, менің оны мойындау керек, менің әріптестерімнің кейбірлері өзінің жарасын ашқызып, жаппай жібереді. Және сондай көп маған клиенттер келді. Елдің алдында атақты болып жүрген адамдар сөйтіп терапияға шақырады, жарасын жаппайды. Жаппаған соң, ол не үшін жаппайды? Өйткені қайта-қайта оған бару үшін. Былай қарасаң, ол бизнестің көзі ретінде. Сондықтан да мен ойлаймын, сондай этаптарда психологтың өзі, бұл психологиялық этика бар. Яғни психологтың өзінің білу керек, қағидаттары бар. Және оны оқыған кезде кемінде 4 жыл толыққанды базалық білім. Бірақ өкінішке орай біздің Қазақстанда психология саласы қатты дамыды деп айта алмаймын. Сондықтан да мен білімді Ресейден алдым. Сол жақта оқыдым, дипломды қорғадым. Және ол жерде сен терапия мамандығын, терапия өту үшін сені кәдімгі тексеріп, кәдімгі бір клиентті қойып тексереді. Супервизиядан өтесің оның алдында. Сонымен қатар сол клиентке қаншалықты сен терапия өте аласың, соны да бағалайды. Содан кейін барып қана саған лицензия береді. Сондықтан да мен ойлаймын, курс оқып алып,
Екі үш ай. немесе 2-3 ай оқып алады, 1 жыл оқып алады. Ол мен ойлаймын адамның жанын емдеу үшін аздық етеді. Менің ойымша тіпті қазір елдің алдында психолог болып жүрсе де ол адамдар ұзаққа бармайды. Неге? Өйткені адам жанымен жұмыс жасау ол үлкен жұмыс, кәдімгі операция. Сен оның энергиясына кіресің. Сондықтан да мен ойлаймын, әріптестеріме да сен егер осы салаға кіретін болсаң, сен тек қана ақша үшін емес, сен сол адамға шынымен көмектесу деген ниетің басымырақ болған кезде ол өзі бонуспен келетін нәрсе да. Сондықтан да ол үшін кемінде 4 жыл ғылыми негізде кәдімгі мықты ұстаздардан білім алған дұрыс. Сонымен қатар сол даму барысында түрлі эмоциялық кезеңдер болады. Кейде болады бір психологтар өзінің жарасын емдемей адамдарды емдегісі келеді. Мысалы, неге ол өзің жараңды емдеу маңызды? Егер сен жараңды толық емдемесең, тура сенің жараңа ұқсас адам келіп өзінің мұңын айтып жатса, сен одан өзіңнің ашуыңды көруің мүмкін. Немесе ол адам саған триггер дейді ғой, сенің жанды жерің тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан да психолог маманның өзінің жарасын емдеу өте маңызды. Сол үшін де қазіргі мамандардың неден біліп қоюға болады? Сол өзінің жарасын толыққанды емдемегеннен келген клиенттерді жарақаттап жерген сәттер өте көп. Яғни адам емделім деп барады, плюс бір жара алып қайтады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы подкастты көріп отырған оқырмандар керісінше маманды таңдайтын кезде асықпай, көріп, танысып. Өйткені психологқа бару, сен бүгін бардың жанымды емдей салдым деген сөз емес. Ол адамға сен сенімділік, ол адам саған қауіпсіздік. Сен ол адамды көрген кезде сенің жаныңа жақын болу керек. Ол елдің алдына бір кісі психологқа барыпты, мен соған барайын деген трендті реклама жасаған психологтар емес. Керісінше сен мен ойлаймын, соның полесінде болып көрген. Қазіргі таңда Инстаграм желісі бар, кез келген. Мен мысалы өзімнің парақшамда айына немесе жарты жылда бір рет өзім оқырмандарыммен тегін кездесу жасаймын. Жай ғана бір-бірімізді сезініп, біліп, энергиямызды байланыстыру үшін. Яғни сол жағынан келгенде мен ойлаймын, бұл ойыншық емес. Сенің жаның ойыншық емес. Мен басымнан мынандай бір жағдай өткен, осы психологияны оқып жүрдім, психологқа да психолог керек, оны мойындау керек. Өйткені көбісі оны бір прикол ретінде айтатындар бар. Яғни психологқа да психологта адам, ол өзінің жанын емдемесе, өзгеге өзінің жарасын таңып тастауы мүмкін. Сол жағынан келгенде мен мойындауым керек, психолог іздеп өте көп адамдарға басымды соқтым. Кейбір адамдар, кейбір психологтар жаңағыдай жарамды ашып қайтып жаппай жіберетін, кейбірі тіпті ақшаны алады, құны төленгенмен беретін, сенің жеңілдігің сәйкес келмейді. Өте көп. Сондықтан да мен ойлаймын, сол этаптарда мен өткенім дұрыс болды. Себебі маған келген клиенттерге мен ондай жасағым келмейді. Неге? Адам ол этаптардан егер өзіңе соны лайық көресің ба деген жоқ десең, яғни өзгеге де сол нәрсені жасамау керек деп ойлаймын да. Сондықтан да психолог таңдауда асықпай отырып таңдаған, және жаныңа мүмкін ол адамға қызығып жүресің, мүмкін сен кездескен кезде мүлдем жақын тартпауы мүмкін. Ол да қалыпты, яғни саған барлық психологтың бәрі ұнауы шарт емес. Сондықтан да оны асықпай таңдау керек деп ойлаймын. Бағасы қымбат болса, онда ол жақсы психолог дегенді білдірмейді ғой, Жоқ. Қазіргі таңда маркетологияның өте жақсы қатты дамыған заманында Инстаграмда көбінесе өте шум бумды өте керемет етіп жасайды, бірақ беретіні бос болады. Айтады ғой, бос ыдысқа бір ғана нәрсе салсаң қатты шыңғырлайды дейді. Ал толып тұрған адам оның дауысы шықпайды дейді. Яғни біз оны сыртқы шумына немесе ақысын көп төлегеннен мен көп алам деген қателік. Бірақ шынымен де мықты мамандар бар, өзінің құнын, яғни солған лайықты көмек бере алатындығына сенімді болса, оны қоя алады. Бірақ біз барлығына бірдей тек бағасына қарай беретін деп айта алмаймыз. Менде мынандай жағдай болды. Енді психологты табудың өзі қиын деп айтып жатырсыз ғой. Шыны керек, мен өзім 5-ші психологтан бастап өзімнің психологымды таптым. Сонымен қатар оған дейінгі тәжірибемде қымбат психологқа офлайн, онлайн түрде бардым, бағасы 100.000 көлемінде, бірақ маған ештеңе әсер етпеді. Ал екіншісі офлайн, бағасы 10-20 мың көлемінде.
маған ол әсер етті. Осындай жағдайда психологқа псевдопсихологқа алданып қалмау үшін қалай дұрыс оны таңдау керек? Енді қараңыз, бұл жерде мен ойлаймын, екі жақты қарастыруға болады. Тек қана псевдопсихолог немесе психологтарды кінәлауға, немесе екінші адамды да емес, екі жақтан қарастыратын болсақ, мысалы кейде болады, адам белгілі бір жанның еміне келу үшін сол этаптардан өту керек болады. Мүмкін сен сол этаптарды көрмегеніңде жаңағын түсінбеуі мүмкін. Яғни кейде біз тәттіні дәм сезу үшін ащыны көруіміз керек болады да. Сондықтан да егер ол бұл жерде сіздің де таңдауыңыз ғой сол адамға барып тұрған да. Мысалы ол кісі сізді қинап отырғызып қойған жоқ та. Сондықтан да өзіңіздің таңдауыңызды да құрметтеу, өз жолыңды құрметтеу. Демек, ол адам менің адамым емес екен деген шешім да. Сондықтан да мен үнемі айтатыным, егер ол психолог маманның Инстаграм парақшасы болатын болса, асықпай соны зерттеу керек, қарау керек. Оның мен ойлаймын, адамның білімі, маманның білімі бірінші өзінің өмірін жақсарту керек. Өзінің өміріне көмектесу керек. Ол білініп тұрады. Кейде бір адамдар бар, көп нәрсе айтады, бірақ өзіне көмектесе алмай жатады. Сондықтан да ол да баланс. Яғни өзіне көмектесе алған адам сол халмен сізге де көмектесе алады. Егер өзінің бір болады ғой, тәннің ақысы түрінен білініп тұрады, немесе қатынаста, немесе қаржылай, немесе өзінің эмоциясын игере алмайтын көрініп тұрады да. Жаңа сіз айтқандай, психолог па деп ойланып қаласың. Сондықтан да ол көрініп тұрады, білініп тұрады. Сондықтан да асықпай зерттеу керек. Сол маманды өзіңіз таңдайтын болғандықтан, өзіңіздің таңдауға да бір құрметпен қарап, құнсыздамау керек деп ойлаймын. Ал енді психологқа егер бір қатты стрессте жүрсең, депрессияда жүрсең ғана бару керек деген ұғымға қалай қарайсыз? Мен былай айтар едім. Мысалы, біз фитнеске барамыз, бұлшық етімізді реттеу үшін, тәнімізді әдемі қылу үшін, оған бір-ақ рет барасың, немесе қатты семіріп кет, бір рет барам болды деген сөз емес, ол ұзақ процесс. Немесе былай түсіндірсем болады, біз үйді жинаймыз, қарапайым тілмен түсіндіргім келеді. Кейде адамдар тек ауырған кезде, немесе тек аурулар ғана психологқа барады деп жатады да. Сен үйің бір рет бүгін жинадың, болды, мен үйім үнемі таза тұрады деген сөз емес. Тура біздің сыртқы халіміз сияқты ішіміздің де гигиенасы бар. Сыртқы гигиенаға біз өте мән береміз, жуынамыз, шайынамыз, үйді жинаймыз, тазалаймыз да, керемет, бірақ ішкі халімізді ұмытамыз. Сондықтан мен айтар едім, сенің ішкі гигиенаң өте маңызды. Мысалы, сен қанша жақтан сыртыңды тазаласаң да ішіңнен былығың болып тұрса, ол киім сасиды. Үстіңді жумай киім кисең, ол сасиды. Тура сол ондай жоқ қой, ондай жоқ. Кезінде мен ойлайтынмын, қандай күшті жұппен жұмыс жасаған деп. Соны ойлаймын да, қазіргі таңда мен жолдасыммен бір ретриттер өткіземіз. Ол деген сөз жолдасымен келуге, балалармен келуге, осы көмегі зор. Яғни сен терапиядан бөлек ретриттер, мен мысалы шетелдерге 2019-дан бастап ретриттер өткізіп бастадым. Ретрит деген не? Ол өзіңмен жалғыздықта өзіңмен өзің қалу. Орысша уединение дейді ғой. Сонда сен өзіңе толыққанда сырт жақтың шумынан шығып, біз мысалы Бурабайда өткіземіз, табиғаттың аясында, орманның ішінде, кәдімгідей сондай демалыс орнында жұмыстар жасаймыз. Және ол кәдімгідей нәтиже береді. Ол жерде өмір болған соң, андай тек қана жаның ауырды, ақша жоқ, немесе сенімсізбін деген жаралардан бөлек, кейде өмір болған соң жақын адамдарынан айырыласың. Мысалы, күйеуінен айырылған әйелдер, немесе баласынан айырылып қалған ата-ана, түрлі ата-анасынан айырылып қалған деген сияқты сондай тақырыпта да келеді. Ретрит, мысалы, 2 күн өткізетін болсақ, сол жерде де үлкен толыққанды 2 күн, 1 түн үлкен жұмыс жасалынады, инструменттер бар ол жерде, тек қана сөзбен емес, кәдімгі арнайы техникаларды қолданамыз. Сонда көмек бере аламын. Күйеуіңіз де психолог, екеуміз де бірге отбасылық көмек бере аламыз. Ол кісі жеке де, мен де жеке де, және ортақта жұмыстар жасаймыз. Ең бастысы, мен ойлаймын, жолдасының үнемі айтатыны, екеуміздің бағытымыз, жүрекпен жұмыс жасау. Кейде болады, біз автоматпен, баспен ғана, тек бастан тұратын сияқты, бірақ шын жүрекпен, тіпті кейде өзіңіз байқасаңыз, тек көзіңе қарап отырып
тілсіз сөйлесуге болады. Иә. Оны жолдасым тантра ісінің маманы сөзсіз көзбен сөйлесуге деген кезде айтамын, қандай тамаша. Көбінесе бізде тек жаңағыдай тренингқа барасың, отырып тыңдайсың, бір екі нәрсе жазасың да. Бізде қазір сәл жоғары этапқа өттік, және оның көмегі зор. Кейде көп сөз керек емес, кейде тек бір құшақ немесе бір ғана көзқарас жеткілікті. Сондай. Ал сізге көп жағдайда қандай мәселемен келеді? Менде әр жылда әртүрлі өзгереді. Кейде жыл сайын, жылда мен 2019-дан бастап терапевт бастасам, жылда әртүрлі. Бір өзекті тақырып болады дейсіз ғой? Бірінші жылда мысалы сенімсіздік туралы, тек қана сондай сенімділігімді арттырғым келеді деген бір тақырыппен келеді. Екінші жылы болады, мен қорқынышым, мен шекарам жоқ, мен өзімді тапқым келеді деген тақырыппен келеді. Немесе келесі жыл мен өзімді алдап жүрген сияқтымын, ажыраса алмай жатырмын, немесе ажырасқаннан кейін қандай өмір сүруім керек деген тақырыппен келеді. Мысалы да, осы жылы, осы жазда байқадым, жақын адамнан айырылған адамдар келіп бастады. Яғни оны мен бірден айта алмаймын да, бірақ мен сенемін адамның алдына сенен аз білетін, сен көмектесе алатын адамды Алла жібереді деп мен сенемін да. Сондықтан да ойлаймын, демек әр этапта біз әртүрлі деңгейде әртүрлі тақырыптарды қозғай аламыз. Ең бастысы адам өзіме көмектескім келеді деген ниет қой. Біз барып ешкімді былай тарта алмаймыз, 50-50. Мен үнемі айтамын, жауапкершілік 50-50. Маған келдің, болды, бәрін мен мойныма алып, мен шешіп беремін деген сөз емес. Керісінше сенің де жауапкершілігің менікімен бірдей. Егер екеуміз бірге 100%-ды құрайтын болсақ, нәтиже бірінші сенің ішкі хәлің. Кейде мен ойлаймын да, осы психологқа келгенде ол көрінбейді. Біз ойлаймыз бірден ақшамен керемет болып кетемін деп. Кейде болады, бірінші терапияларда саған өте ауыр болады. Біз ойлаймыз бірден ұшып кетіп, көбелек болып жүргім келеді деп ойлаймыз да. Керісінше ол қуану керек. Сен ішіңдегі көмілген, шықпай қалған бүкіл сезімдеріңнің шыққаны, қауіпсіздік сезініп психологқа бөлісе алғаның, ол да психологтың профессионалдығы да. Егер ондай болмаса, анау не деп ойлап қалады деп, ол жерде де психологтың алдында да адам жерде тағы да өзіне өзі роль ойнап отырады. Сондықтан да мен бірден айтамын, маған келген кезде біздің арамыздағы бүкіл тақырып осы арада қалады, ешкім естімейді, конфиденциальность толық сақталады. Сіздің басты мақсатыңыз шынайы болу. Өтірік айтсаңыз, мен сізге көмектесе алмаймын. Қандай ой, тіпті кейде болады бір клиенттермен мен триггерить етемін. Маған қарайды да бір сезімдер көтерілуі мүмкін. Мен білем, ол менен емес. Керісінше мен арқылы сол сезімдеріңді тіпті ұнатпай жатсаң, оны да айт. Сол кезде мен саған жақсырақ көмектесе аламын деген кезде рахмет деп, яғни осы тұста да кейбір егер дұрыс профессионалды тұрғыда білім алатын психологтар болса, оны да клиенттің пайдасына көмектесе алады. Көбінесе жаңағыда психолог болып алып, өзінің эгосына тиіп, сонымен клиентімен қырылып, ондай сәттер өте көп. Мен де клиенттер келген кезде ана кісіге барып едім, керісінше мынандай болды деп келеді. Мен ойлаймын да, кейде сол кісілер келген соң айтам, түсіндікті. Просто кейде болады, реклама өте басым. Сондай жағдайда мен оқырмандарға айтар едім, керісінше асықпай, білетін, мүмкін бір терапиямен көр. Сосын ары қарай ұнап жатса, таңдайсың, таңдамасаң да дұрыс қалыпты. Ол сенің еркің деген сияқты. Ал былай енді психологқа бармаса, үйде өз-өзін емдей ала ма? Енді қараңыз, адам өзіне өзі операция жасай алмайды, адам өзінің көзін өзі көре алмайды. Кейде тіпті өзінің әлсіз жерін, жанды жеріне жақындай алмайды. Өйткені біздің миымыз жаңағы айтқандай қорғайды. Қорғаныс механизмі өте қатты болса, сол үшін де мысалы біздер маман болсақ та өзіміз көмектесем болады деп жүреміз, бірақ десе де мен үнемі даму үстінде, үнемі сабақтар алып, осы жақын 2 күн бұрында осындай мықты мамандардың білімдерін алуға мен ашықпын. Керісінше бару керек. Керісінше үнемі қозғалу керек. Өйткені адам мен білем, толдым деген кезде мына сияқты үнемі тұра берсе, қосылмайды, төгілмейді. Ол бәрібір ол су ескіреді, сасиды. Сол сияқты мен ойлаймын, үнемі қозғалыста болу, өзімді өзім емдеп аламын. Мен ойлаймын, уақытыңды, денсаулығыңды құртып, өзім емделем деп жүргенше, сен ақшаңды төлеп, уақытыңды қысқартып, денсаулығыңды ысырап етпей,
реттеп алуға болады. Мгм. Ақшамен реттейтін нәрсені неге денсаулықпен уақытпен реттейміз деп Мгм. ойлаймын да. Мгм. Сондықтан да оны ысырап етудің орнына Мгм. керісінше тез әрекет ету. Өйткені уақыт өтіп жатыр, сен Мгм. кеше өтіп кетті, ертең әлі келген жоқ. Мгм. Дәл осы сәтте сен нағыз осы сәтті сезіне алмасаң, Мгм. Ал мәселе сол болып тұр да. былай өзіңіздің тәжірибеңізде емделмейтін травмалар болды ма? Немесе керісінше басында осындай болып келіп, одан кейін терапия соңында мүлдем басқаша адам болып шыққан. Өте көп ондай. Ең бір есіңізде қалған біреумен Менде мынандай бөліссеңіз. Шынар деген клиентім болды. Мгм. Шынар есімді. Келген кезде бізде байқайсыз ба, бізде ұл туылғаны қалайды да, ұл деп күтеді. Ол перинатальная психология дейді. Адам ішінде жатқан кезде бізде уже бүкіл установка, травманың түрін алуымыз мүмкін да. Балалық кезден бөлек. Сол кезде үйіндегі бәрі бала күткен, ұл туылсын деп. Бірақ қыз Ол туды. қыз туылған, және Мгм. оған қарым-қатынастары ұл сияқты. Ұл болып туылу керек еді, ұл болатын еді деген сияқты, ол қалай өзін ұл сияқты болған білмей қалған да. Қыз анасы ма әлде баласы ма? Жоқ, енді дүние келді, мен қазір клиентім қызы ғой. Клиентім келіп тұр, келген кезде кәдімгі дауысы гүрілдеген, кәдімгі денесі де мынандай, сондай қылып келген ғой. Мен ашушаңмын, адамдармен қарым-қатынасым кез келген жерге барсам кәдімгідей көтерілем. Маған сізді әпкем номеріңізді берді, сізбен жұмыс жасағым келеді деп. Жұмыс жасадық. Қазіргі таңда мүлдем екі адам. Нәп-нәзік, жіп-жіңішке, тәні де соған ыңғайланып кеткен. Қазір ойлаймын да, қалай адамның ішкі халі сыртына әсер етеді. Сол үшін де адам эмоциясы көп болған сайын адам семіздікке ұшырайды, гормондар ойнайды, сондықтан мен ойлаймын, сен ішкі халіңмен, өзіңмен танысып, өзіңмен жақсы байланыс орнатқан сайын сенің тәнің де соған ыңғайланады. Бір-біріне өте байланысты. Ондай клиенттер өте көп. Тіпті менде болды, күйеуімен қарым-қатынаста, мен күйеуім ұнатпайтын сияқтымын, жаман адам сияқты, көңілімнен шықпайды деп. Жұмыс жасай келе, керісінше оның өзінің ішіндегі проекцияларын, жаңа әкесінен, айналадан көргенді күйеуіне іліп қояды екен да. Біз оның бөлек деген кезде мүлдем содан кейін ғой жолдасы келіпті. Жолдасы айтады да, жолдасын әйелінің өзгерісін көріп, мен де сөйтіп оны жеңілдеп ұшып жүргенін көрдім де, мен де келгім келді деп келіп тұр ғой. Сонда айтады да, әйел де айтады, сіз болмасаңыз мен күйеуімнің осындай жақсы адам екенін білмес едім. Кейде болады сондай адам. Кейде мынандай да клиенттер болды, күйеуі есірткімен айналысып, тәні сал болып қалған. Енді арасында енді ата-анасына айтумен болу керек, тез шешім шығарып тұрмысқа шығып кеткен болу керек. Күйеуі халі анандай 4-5 жылдан бері ешқандай қозғалыс жоқ. Қыз жап-жас. Сол кезде ол қыз келді, мен шешім шығарым келді, бірақ жан жақтан бәрі сен ауру күйеуін қалай тастайсың? Кейде болады, мен бір сәттер тік айта саласыз. Айтуға тура келетін сәттер болады. Сол кезде ол қыз өзін таңдады. Сосын бизнесін ашты, көлігін алды, үйін алды. Әп-әдемі өзінің жағдайын тіпті түрінен, салмағынан байқайсыз. Ондай клиенттер де болды. Ал қазіргі таңда жастардың психикасы қалай? Қандай деңгейде? Қазіргі таңда жастардың, байқасаңыз, инстаграмның, интернет, бүкіл ақпараттың бар ашық, инфодетокстың аздығы, ол клиповое мышление дейді ғой. Қысқа ойлану, ол қазіргі жастардың ең ұзақ уақытты мерзімді, ұзақ қарым-қатынастарға шыдамсыздығы, ішкі күйреу дейді ғой, күйіп кету, және ең бұл жерде айтатыны өзінің эмоцияларын қазір ашық білдіргенмен кейде шектен тыс шығып кететін жайттар өте көп. Яғни тек өзіңді таңда деп эгоизмге асыра сілтейді. Осы жерде мен бір нәрсе айтқым келеді. Сау қатынаспен өзін жақсы көрумен эгоизмнің айырмашылығы бар. Эгоизм деген, эгоист бірдеге өзін таңдап қалса, өзін жақсыға лайық көріп қалса, біз бірден эгоист деп шығамыз ғой. Бірақ бұл жерде жақсы көрумен эгоисттің айырмашылығы бар. Ол қандай десеңіз, эгоист деген адам ол өзгеге зияны тисе де әрекет етеді. Мысалы, жолда
сен жолды жауып кеттің, екінші машина шыға алмай тұр, саған бәрібір. Эгоист. Иә, немесе ортада бір тамақ тұр, сен бөлісіп жеуің керек, жоқ дейсің де өзің жеп кетесің. Саған бәрі өзінен кейін артын тазаламай кету, яғни ол деген сөз өзге адамға зияны тисе де сол әрекетін жасау. Мен эгоист емес екенмін. Иә. Яғни өзгеге зияның тимей, өзіңе де зияның тимей, сондай сау қатынаста жүретін болсаң, ол жақсы көрудің ешқандай зияны жоқ. Керісінше ол тиімді. Сондықтан да ажырату керек, осыны көбірек айту керек. Эгоист деуден бұрын ол адам оған зиян тиіп тұр ма? Сен өзіңді таңдап, мазаң болмай тұр, кездесуге бармай қойдың, немесе өзіңді таңдап кетіп қалдың. Ол жерде кімге зиян тиді? Егер зиян тиетін болса, мүмкін сен эгоистсің, бірақ ол жерде сол жағынан мән беру керек болады. Яғни белгілі бір формула арқылы өзіңнің ішіндегі сұрақтарға жауап табасың ғой, иә? Ал осы психикасы дұрыс, дені дұрыс, оған психолог керек емес деп қандай адамды айта аламыз? Мысалы, өзіне сенімді, өмірді жеңіл қабылдайтын деген сияқты топ 5 белгісін айтсаңыз. Енді қараңыз, қатты иллюзия кетіп қалмайық. Өмір болған соң әртүрлі этапта, әртүрлі жаста түрлі қиындықтар болуы мүмкін. Болды, тазаланып болдым, енді менде болмайды деп айта алмаймыз. Бірақ психикасы сау адам қандай белгілері бар? Ол деген сөз, сен психолог мамамен жұмыс жасасаң, сенің ең бірінші сенің ішкі тірегің мықты болады. Ішкі тірек деген психологиялық иммунитет. Сенің денсаулығының, ішкі иммунитетің мықты болса, ауырмайсың. Тура сол сияқты психологиялық иммунитет сенде жоғары болады. Ол деген сөз, кез келген стрессті жағдайда, қиындықтарда, проблемаларда сен тік тұрып шешім шығара аласың, сезімдерің ерік беріп, өзіңді қатты жинап аласың. Болады ғой, кейбір адамдар бір қиындықта сынып қалады, болды, өмір сонымен бітті, трагедия. Жоқ, керісінше, сау психикасы бар адамдар өмірде қиындық болуы мүмкін, біз оны жоққа шығара алмаймыз, бірақ десе де сен өзіңді тастап жібермей, сол ситуацияны өз пайдаңа іске асыру. Ол өз пайдаңа деген сөз, бұл жерде бірақ сұрақ, осы ситуация маған не үйретіп жатыр? Ол психологпен бірге егер өтетін болсаң, өте тиімдірек, және оны сен басқа ракурстан көруге мүмкіндік береді. Сондықтан да иммунитеті мықты адам, сен шекараң өтіп саған критика айтса, бір адам, сен мынандайсың десе, ол адам оған бола көңіл түсірмейді. Неге? Өйткені ол өзінің кім екенін біледі. Және білгендіктен де айдалада сен танымайтын біреудің комментіне көңіл күйін түсіртпейді, өйткені оның кім екенін өзі анықтайды. Оның әрекеті, күйеуің бар жоғы, балаңның бар жоғы, жұмысың бар ма жоқ па, ақшаң бар ма жоқ па, сен адамсың, және ол құрметтеуге лайықты. Яғни кейбір адамдар өзінің сондай қоғамдағы статусына, ақшасына, қызметіне, күйеуі бар жоқ, балаң бар жоқ, сонымен өзін төмен түсіреді. Сондықтан да мен осы жерде айтар едім, керісінше сенің ішкі діңгегің ештеңеге қарамастан тік жүруге хақың бар, лайықсың, және ол сондай белгілермен білінеді. Сол сияқты өзімен жұмыс жасайтын, өзін құрметтейтін адам білініп тұрады. Ол адамның өмірінде мүмкін қиындықтар болуы мүмкін, ол жерде өзін сындырып жібермей, керісінше тік дұрыс шешімдер шығарады. Дұрыс шешім деген не? Психолог сол үшін де керек. Біз эмоциямызды сезініп тастамай, травмаларымызды емдемей жүре беретін болсақ, адамның тәні үдем қысылып жүреді, напряженно дейді, қысылып жүреді. Қысылып жүрген кезде ойлаңыз, қалай, қан айналым қалай жүреді? Қысылған жерден қан дұрыс айналмайды. Тура сол сияқты напряженно ұзақ уақыт өзін жанын емдемеген адам, қан айналым дұрыс айналмағандықтан адамның миына кислород бармайды. Кислород бармаса дұрыс шешім шығара алмайды. Сондықтан да бәрі бір-біріне байланысты. Өзіңді тазалағаның сен дұрыс шешімдер шығара алуың, дұрыс таңдаулар жасауың, дұрыс реакция бере алуың. Кейде болады, болмайтын жерге көп күшіңді жұмсап, энергияңды, эмоцияң беріп тастайсың, сосын керек жерде энергияң жетпей қалады. Сол кезде не айтады? Өзіңді үйрету соған да, сен керек дер кезінде, қажет кезінде өзіңді күйдіріп тастамай, дер кезінде деп тоқтауды үйренуді, өзіңді тоқтатып, өшіріп үйрету. Яғни ол үшін де адам эмоциялық интеллект дейді ғой. Ол эмоциялық интеллект өзімен өзің отырып келе салатын нәрсе емес. Фитнес сияқты, жаттықтырасың, бұлшық ет сияқты. Ал өзім жаттығам, немесе тренермен жаттығам,
Иә, екеуіне. айырмашылығы бар. Сол туралы мен ойлаймын, көп адам өзінің ішіндегі өзім ақ шешіп аламын, өзім бүйтем, қайтем мен ақшамды құртып дейді. Мен ойлаймын, бұл керісінше инвестиция. Өзің ішіңе инвестиция. Оны ешкім тартып ала алмайды. Сенің ішіңде болады, ол керісінше ол байлық. Біз сыртымыздан күшті киімдер, брендтермен жарысқымыз келеді, бірақ сенің ішіңдегі инвестиция, мен соған лайықпын, мен соған төлейтін болсам, мен ақыңды төлеп, мен мысалы қызметіме жүгінетін болса, ол төлемі еселенетініне мен сенемін. Ал мысалы соған ақысын төлегісі келмейді. Жаңағы нелер бар ғой, ауруханалар, дәріханаларда. Ой, дәріхана деппін ғой. Ақысын төлегісі келмейді. Енді тегін жерде психологтар отырады. Өзіңнің мемлекет бағдарламасы бойынша жаңағы қаралатын неңде, поликлиникада. Сондай бір психологтарға барған қаншалықты дұрыс, тегін психологтар? Мен айтар едім, ол тегін нәрсеге жүгіру, жеңілдіктерге жүгіру, адам психикасында да сол нәрсеге жетіспеушілік бар, жетпейді, менде жоқ деген сондай энергияны таратады. Яғни ол паразиттік қатынас, паразиттік ойлау. Тек ала берсем, бермеу. Сондықтан да керісінше, егер сен пайдалы болсын, саған сіңсін десең, сол адамның ақысын төлеу керек. Жаңағы мен үнемі сол парақшамда да үнемі бөлісіп отырам. Ақы төлеу, табыс деген нәрсе, ол да цикл сияқты, ақшаның циклы да. Жаңағы қан айналған сияқты, бір орган егер қысып, жоқ бермеймін деп төлемей қойса, ол орган кері кетеді. Мысалы жүрек болса, бастап қалса, бастан қан құйылуы мүмкін деген сияқты. Тура сол сияқты циклда біз бір адамға беру, алуды үйрену. Сол кезде баланс болады да. Мен ойлаймын, жаңағыда тегін жерге барсаңыздар, әдетте ол маманның өзі де ол клиентке көмектесуге аса қауқарлы емес. Ондай ниеті де. Өйткені тегін екенін білім тұрады. Ол жерде алыс беріс. Сондықтан мен керісінше айтар едім, сен сондай өзіңді құрбан, жертва состояниесінен шығарып, керісінше әр нәрсенің ақысын беруге тырысатын болсаң, керісінше саған да сол ақың қалай жеңіл бересің, саған сондай жеңіл табыстар келеді. Сондықтан бұл бір-біріне байланысты. Сен тегінге жүгіретін болсаң, нәтижесі де тегін алғысы келеді. Иә, сен бұлай айна ғой, сенің қарым-қатынасың өзіңе, сен вложение, өзің инвестиция құйған сайын, оның күтімі де сондай, қайтымы да сондай болады. Ал рахмет, Жазира ханым. Енді қорытынды сұрақ ретінде өмірді жеңіл қабылдағысы келетін, өзіне сенімді болып жүргісі келетін, немесе белгілі бір қиын этаптан өтіп жатқан жандарға өзіңіздің тарапыңыздан психолог маман ретінде кеңесіңіз болса? Бірінші айтар едім, позицияны ауыстыру, яғни бақылаушы, наблюдатель позициясына ауысу, жоғарыдан қарау. Кейде қазанның ішінде қайнап жатқан кезде сен ненің ішінде қайнап жатқан білмейсің, күйіп пісесің. Жоғарыдан қараған кезде ол білінеді. Бақылаушы позициясына өткеннен соң, сол сәтте, егер ең қиын стрессті жағдайларда жүретін болса, тыныс алу жолдарымен көмектесу. Ол қазір айтатын болсам, 4-7-8 деген техника бар. 4 секунд ауаны жұтасың, 7 секунд ұстап қаласың, 8 секунд шығарасың. Осылай бірнеше рет. Және осы сәтте сезіну керек та, өмірді жеңілдету үшін. Кейде біз өткен шақта жүреміз, немесе болашақта жүреміз. Осы сәтте жүру үшін адам тәнін сезіну керек. Тән осы жерге қайтарады. Сондықтан да жаңағы тыныс алу техникаларын, бақылаушы позициясына өту, ең дұрысы уақытты соза бермей, маманның көмегіне жүгіну, және өміріңді жеңілдету үшін, мен ойлаймын, ол сенің таңдауың. Ештеңеге қарамастан, қандай жағдай алса да, мен бақытты болуға, әдемі өмір сүруге шешім қабылдадым деген кезде, мысалы мен өмірімде болды сондай сәттерде, тіпті ең қиын сәттерде мен өзіме айтатын, басқа біреу тұрмақ, өзіме де рұқсат етпеймін, өзімнің өмірімді құртуға, көңіл күйімді түсіруге. Сондай адамның ішінде шешім, сондай нық сенім болу керек та, сол кезде әдемі болады. Жеңіл болсын десек, сондай жеңіл әрекеттер, жеңіл қалаулар, және өзіңді жеңіл, сондай әдемі өмірге лайықтымын деп санасаң, ол да жеткілікті. Қажет десе, мен парақшама жазылсын. Мен жолдасымен, немесе менің терапияма, ретриттеріме келсе, көмектесуге дайынбыз.
Рахмет, Жазира ханым. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге тағы да рахмет сіздерге айтамыз. де күшті ұнады. Бізге де ұнады. Рахмет үлкен шақыртуларыңызға. Рахмет.